Құрметті жерлестер, қадірлі Маңғыстау облысының тұрғындары. Соңғы кездері облыс аумағында мұнай компанияларына жұмысқа орналастырамын деп жалған уәде беріп, ол қызметі үшін жұрттан ақша алатын алаяқтық фактілерінің тіркелуі жиілеп кетті. Ол туралы бұқаралық ақпарат құралдарының, құзыретті органдардың әлеуметтік желідегі парақшаларынан талай рет айтылып та жатыр. Десек те, осындай жағдайлардың құрбаны болған замандастарымыздың қатары өкінішке орай азаймай тұр. Осы орайда мұндай заңсыз әрекеттердің алдын алу үшін Маңғыстау Мұнайгаз акционерлік қоғамына ресми жұмысқа орналасудың тәртібі туралы ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Бос жұмыс орындары пайда болған кезде компанияға жұмысқа орналасуға келесі топтағы азаматтар үміткер бола алады. Компанияда қабылданған ұжымдық шарт бойынша компаниямен еңбек қатынастарында болған және қызметтік міндетін орындау барысында кенеттен қайтыс болған бұрынғы қызметкерлердің отбасы мүшелері қатарынан үміткерлер. Сондай-ақ екінші топ Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының және Қарақия мен Маңғыстау аудандары әкімдіктерінің тізімі бойынша Маңғыстау Мұнайгаз акционерлік қоғамы келісімшарттық аумақтары орналасқан Қарақия және Маңғыстау аудандарының тұрғындары. Яғни пайда болған бос жұмыс орындары 40-30-30 тәртібімен жоғарыда аталған топтар арасында ғана үлестіріледі. Мұндағы 40 дегеніміз бос орындардың 40%-ы Маңғыстау Мұнайгаз акционерлік қоғамы ұжымдық шарты бойынша, ал қалған 60%-ы теңдей бөлініп, 30%-дан Қарақия мен Маңғыстау ауданы тұрғындарының Маңғыстау облысы бойынша жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының тізімі негізінде үлестіріледі. Жұмысқа орналастыру барысы толықтай арнайы құрылған комиссия мүшелерінің қадағалауында болады. Ішкі іріктеу талаптары бойынша үміткерлердің бос жұмыс орындарына сәйкестігі мен біліктіліктері тексеріледі. Яғни компанияға кездейсоқ адам жұмысқа орналасып, оған бөгде адамдар ықпал етіп араласа алмайды. Жоғарыда айтылғанды қорыта келе, біз барлық азаматтарды мұқият болуға және ақы төлеу арқылы жұмысқа орналастыруға уәде берген адамдарға сенбеуге шақырамыз. Бұл тек қаржылық шығыннан басқа нәтиже бермейді. Қадірлі замандастар, назарларыңызға ұсынылған осы ақпаратты мейлінше таратып, заңсыз әрекеттердің алдын алуға, жақындарыңыз бен таныстарыңыздың алаяқтардың құрбаны болудан сақтауға шақырамыз.